қайратты тастап, өзі бөлек шығу керек қойды. Сіздер театрды ошын бөліп атқан жоқсыздар ма, жаймен? Ау. Қанат. Ау, керек. Қайрат деп бірдеңе. Жоқ, Қанат пен Қайраттың концертіне қош келдіңіздер деп отыр, соны естіп қалдыңыз, а? Қош келдіңіздер. Нормаль бәрі, уайымдама, бәрі жақсы болады. Не, шөлеп тұрсаң, су, бу? Мен бәрін қойдым. Все. Досым, сәттілік. Су ішпейді ғой, білесің ғой. Айғыз кететін біліп жүр ау, негізі бар ғой. Қайда марқұм атам кететін кезде осындай болған. Қайта әжеме барып су ішесің ба. Содан 2 аптадан кейін кетіп қалды ғой ағам. Ойба, әжем жаман жылады деп ойнап айтам қызым. Қайрат Әділгерейұлы, қошемет қойыңыздар, рахмет Қайратжан. Құрметті көрермендер, негізі осындай мәдениет үйіне, концерт залдарға, театрға негізі өзін қатты жақсы көретін, өзін сыйлайтын, өзін құрметтейтін адамдар келеді екен. Бір сәтке жұмыстан босап, өзін демалдыру үшін, өзін жақсы көретін адамдар келеді екен. Осы жерде 800-ден астам өзін жақсы көретін көрермендер отыр. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Бұл жерде қаншама мұғалімдер бар, қаншама академик, ғалымдар болуы мүмкін деп өзіңе көп алып тұрса, мықты кісілерге отыр. Осындай сауатты, оқыған, тоқыған адамдардың алдында агроколледжді бітірген адам өтірік әңгіме айтып тұрған кезде менде өтірік айтып мен сіздер секілді мықты көрерменді алдауға болмайды, құрметті ағайын. Біз Қайрат екеуміз осы концертті қоятын кезде комментарийді, просмотр ештеңеге шабыттанған жоқпыз біз. Мені осы концертке жіберген, ашығын айтайын, ешкім басымды кесіп алмас, әйелім Нұргүл. Таза осы концертке жіберген. Өйткені бірінші концерттен ұстады ғой. Деді, мына өзі жүрсе, мынандай табады екен ғой, деді ғой. Театрмен жүрсе, мынандай табады екен. Бұны театрға қоспай, жеке шығару керек, деді ғой. Тұрсынбекке қосып алмайды, деді ғой. Құрту керек өзін, деді. Ақыр соны істеді ғой. Таң қаламда не үшін мені Нұргүл жұмсап жіберсе кетіп қала беретін мен. Байқарап тұрсаң, айдалада біреудің қызы ол деген. Өзім соңынан 6 ай жүгірдім соның. Маған тұрмысқа шықшы деп. Енді ол кезде мен тұрым енді бір 2 сағат жүгірсе қарай қоятын тұр емес енді. 6 ай жүгірдім. 6 айдан кейін барып келісті, үйлендік, үйге келгеннен кейін сұрадым, неге сонша 6 ай жүгірттің деп. Түріңе зорға үйрендім деді ғой. Түрің ужас болғанмен 3-4 айдан кейін байқадым, жүрегің ақ адам екенсің деп. Міне сол өзім жалынып әкелген адамның айтқан істеймде жүре берем. Бұл не мен ғана емес, бәрі сондай негізі. Былай қарап тұрсаң, Нұргүл Қызылордада бір Абай дейтін совхозда тұратын, Абай деген адам қыз ол. Біз вообще танымаймыз өмірімізде ол кісінің негізі. Абай деген адамның қызы. Мен Қызылордада ана Қалжанақұл дейтін ауылда тұратын Жақсылық деген адам баласымын. Менде сұрақ, не үшін Жақсылықтың баласы Жаңабайдың қызына айтқанымен жүру керек деген сұрақ. Сол кейде әкемнен сұрағым келді, папа айтшы, мынау Жаңабайдың қызына айтқанымен жүрем, не ақыл айтасың деп сұрайын десем, ол өзі Кәрімжанның қызына айтқанымен жүреді ана кісі. Нағашы атам ғой енді. Осы не сұрайсың ол кісіден? 3-ақ ауыз сөзбен үйден шығарып жіберді ғой. Өзі мен жұмсайтын кезде андай өзі пайдаланатын нелері бар сөздері. Тып-тыныш болды, ешқайда шықпаймын деп жатқам. 3-ақ ауыз сөзбен мен славий жерлерім ғой, ең славий жерлерімнен ұстайды да жібере салады болды. Славий жерінен ұстайды деп қой, жаңағы нелерімнен жоқ, тып-тыныш отырған кезде өзінен өзі кірісті ғой, құрту керек дейтін әңгіме ғой. Отағасы деді ғой, жүрегім зырқ ете қалды. Отағасы дейтін сөзді ол жұмсайтын кезде ғана айтады мені. Айтса қанеке ғой енді әңгіме. Отағасы деп, сол күні азаннан кешке дейін 78 рет айтады ғой. Отағасы үйтіңіз, отағасы бүйтіңіз, отағасы. Балдарым да шоқ, ми ашып кетеді ау кейде. Папа сенің шын атың осы, отағасы ма деп аналар ше. Бітті, отағасы дейді, екінші славий жерім манты. Маған любой адам манты істеп берсе, мен айтқан істеймде кете берем негізі. Отағасы деп кетті, отағасы бүгін кешке манты істеймін деді ғой. Жер бұрқ ете алды, значит, 1,5-2 айға мен кетейін деп жатырмын. Концерт болды. Ана мантынан қойдың құйрығымен бірдеңемен араластырып істесе, бітті, любой шаруаны істей берем мен. Қанеке манты жейін өлпады, манты жедік. Бітті ғой, сол жерде отырып тықты ғой, концертке барыңыз, халқын күтіп отыр. Үржардың самолетін орнына қойған адамсың десе, алдаған кезде бар ғой, депутат қылып жүреді ғой сен ана жерде. Бітті.
Үшінші өзінің тактикасы бар. Контрольный удар түнде жасайды. Контрольный удар түнде береді ғой үшін. Бүйтіп жатқан кезде жаймен келе жатады, бүйтіп айдың жарығымен көрінеді, шаштары жалбырап кеткен бүйтіп. Мен өзім де сезіп жатамын, контрольный удар ғана келе жатқаны бітті ғой деп ше. Бітті, соңғы бір удар береді, болды ұйықтайсың сонымен, таясың жұмысқа. Бүйтіп келеді да бүйтіп ше. Бүйтіп дауыс шығып тұрады құлағым түбінде. Сол кезде ше, кәдімгі мантын шығып тұрады ғой, Нұргүлден бар ғой. Негізі мантын иісі мантабаркеден шыққан күшті да, шайналған манты болмайды екен андай. Мантын жейді артынан сок ше, кола ше, шай ше, жуа жейді. Сол кезде мантын иісі бұзылып кетеді негізі. Ту сен Нұргүл мантын иісі шығып тұр деп айтайын десем, өзің де манты жеп алған ғой. Сен де жегенсің ғой деп айтама деп қорқамсың. Негізі біз жатарда тіс жумаймыз, сөйтіп келді да. Соңғы удар ғой. Деп келді да құлағым түбіне. Бір-ақ ауыз сөз ғой. Отағасы деді ғой. Сізге бір 40 бай керек ау деймін. 40 бай деген бір ұл ғой. Бітті ғой, орнынан тұрасың да чемодан жинап, Астанаға қаяқтасың деп атып шығасың ғой. Болды. Үш-ақ ауыз сөзбен үйден шығарып жіберді. Енді Құдайға шүкір, 5 балам бар, ұлдарым бар, өсіп келе жатыр. Кейде сол ұлдарыма қарап, аяймын. Байқұс-ай, бұларды да бір жұмсайтын адам өсіп келе жатқан шығар деп ше. Үші ұқсамасаң тұмағыры бар ғой, ана екінші ұлы мантыны қатты жейді ғой, Құдай сақтасын. Негізі біз манты тұқым қуалайды ау деймін бар ғой, біз слабый жеріміз сол. Екі лист жеп қонда осы қайын жұртында тұрмаса олар еді деп кәдімгі. Бірақ енді үш қызым бар, Құдайға шүкір, соларға қарай өз-өзін жұбатам, бұлар да біреу жұмсар деп. Мамасы манты істеп үйретіп жатады әйтеуір. Шыңғыс ханды бүкіл әлемді билеген мықты хан болған, қаған болған дейді. Әлемнің жартысын билеген. Бірақ тарих бойынша Шыңғыс ханның 500-ге жақын әйелі болып құрметті көрермен. Мен ойлаймын, Шыңғыс хан батыр болмаған. Ол 500 әйелі келген. Байғұс құлағым тиіш болсын деп үйден кете берген ау негізі әлем жаулап. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді. Әйтеуір жақсы жағына қарай жұмсап жүретін әйелдеріміз, аналарымыз аман болсын. Қанат пен Қайраттың концертіне қош келдіңіздер, астаналықтар. Рахмет. Әйтеуір біздің концертімізге келген кезде үлкен апалар, әжелерді көріп аяқ кеткен кейде. Не түсінеді екен деп ше. Кешіміз жалғастырайық. Әзіл театрының актері, дубляж королі деп айтам, өйткені 1000-нан астам фильмге дубляж жасаған Қайрат Әділгерейұлы.